Сен біреумен сөйлескеннен кейін өзіңді кінәлі сезінесің ба? Мүмкін саған манипуляция жасап жүрген шығар. Манипуляция бұл тек жаман адамдардың жасайтын әрекеті емес. Бұл контроль. Тыныш жасалынады, бірақ миыңа сіңіп қалатын нәрсе. Сен тіпті байқамайсың, бірақ сенің шешіміңді әлде қашан басқа біреу қабылдап қойған және сол арқылы басқарады. Манипуляцияның түрлері бар. Ол газлайтинг. Мен олай демедім, сен просто бәріңден шығардың, көп кітаптарды оқып алғансың. Сен осы сөзден кейін өзіңе күмәндана бастайсың. Эмоционалды шантаж. Егер кетсең, мен өзімді өлтірем. Тіпті ол адамға өзің біл десең де, сен қорқып іштен напряжение сезімі қалады. Кінә сезімі арқылы басқару. Мен үшін осыны да істей алмайсың ба? Мен сен үшін деп жалғаса береді. Сен мұндай кезде өз шекараңнан өтесің. Қарапайымды сіз үшін бірінші, бір танысымен сөйлескеннен кейін өзіңді жаман сезінесің ба? Әр диалогтан кейін кінәлі мен ба деп ойланасың ба? Сенің жоқ дегеніңді екінші тарап қабылдайды ма? Егер осы үш сұраққа да иә болса, бұл манипуляцияның белгісі. Подписка жаса, мен аптасына бір рет осындай қысқа, нақты талдау салып отырамын. Өз өміріңді манипуляцияны бірге талдаймыз.